Сонымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балдар, денелердің ауырлық күшінің әсерінен қозғалысы. Бүгінгі сабақта біз дененің ауырлық күшінің әрекетінен қозғалысының параметрлерін есептеуді үйренеміз. Сонымен бүгінгі сабағымыздың мақсаты сіздерге белгілі. Енді сіздермен жалпы жер бетінде немесе жерден белгілі бір аш биікте қозғалып жатқан денелер үшін ауырлық күші әсер ететінін сіздер алдында да білесіздер. Енді ең алдымен біздің білетін және қарастырған қозғалысымыз, естеріңізде болса, бұл дененің вертикаль бағыттағы қозғалысы. Вертикаль бағыттағы қозғалысы дегеніміз Y бағытында өтетін қозғалыс еді. Оған байланысты сіздер қандай формулалармен танысып өткен едіңіздер. Яғни H тең, егер де дене жоғарыға лақтырылатын болса, H тең формуласы қазір 1 минут болдар. Қайтадан айтып өтейін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балдар, денелердің ауырлық күшінің әрекетінен қозғалысы. Бүгінгі сабақта біз дененің ауырлық күшінің әсерінен қозғалысының параметрлерін есептеуді үйренеміз. Енді барлық дененің айналасында қозғалатын болса, жердің айналасында қозғалатын болса, немесе жердің маңайында тұратын барлық денелер үшін бізде ауырлық күші әсер ететінін сіздер білесіздер. Олай болса, сондай қозғалыстың бірін біз алдыңғы сабақтарда танысқан едік. Яғни ол дененің вертикаль бағыттағы қозғалысы деп аталады. Вертикаль бағыттағы қозғалысқа қандай формуланы білетін едік. Яғни H бағытында, естеріңізде болса, дене жоғарыға лақтырылатын болса, V нөлевой көбейтілген T минус G көбейтілген T квадрат бөледі екенбіз неге? 2-ке. Дене жоғарыға лақтырылған кезінде міндетті түрде оның бастапқы жылдамдығы болатынын ұмытпаңыздар. Егер дене төмен қарай лақтырылатын болса, және бастапқы жылдамдық жоқ болатын болса, онда H-тың формуласы еркін құлаған кезінде V нөлевой тең болады 0, және H-тың формуласы сәйкесінше G көбейтілген T квадрат бөлеміз қаншаға? 2-ке. Әрине бұл формулалардың барлығын сіздер танысқан едіңіздер. Сондықтан да вертикаль бағытта қозғалыста мен формуланы толығымен жазу үшін былай жазсам да болады. H тең V нөлевой T плюс минус GT квадрат бөлінген 2. Жоғары қарай бағытталатын болса, минус, төмен қарай бағытталатын болса, плюс болады. Егер бастапқы жылдамдық жоқ болатын болса, H тең GT квадрат бөлінген нешеге тең еді? 2-ке. Сонымен қатар, V-ның формуласы кейінгі жылдамдықты табу үшін V тең V нөлевой плюс минус G көбейтілген T. Және егер де уақыт жоқ болатын болса, H-тың формуласы V квадрат минус V нөлевой квадрат бөлінген 2G. Осыдан біз кейінгі жылдамдықты табатын болсақ, V-ның формуласы шығады. Түбір астында V нөлевой квадрат плюс минус 2 көбейтілген G көбейтілген H. Сәйкесінше, егер де дене жоғарыға лақтырылатын болса, минустан басын қоямыз. Егер де төмен қарай лақтырылатын болса, әдейі бастапқы жылдамдықпен, онда V нөлевой квадрат плюс 2GH формуласы еді. Бұл біздегі ең алдымен ауырлық күшінің әрекетінен өтетін қозғалысының бір түрі еді. Енді бүгінгі сабақта біз сіздермен вертикаль бағытта қозғалыстан басқа, тағы да басқа түрлер бар екендігін қарастырамыз, және соларға байланысты есептер шығаруды үйренеді екенбіз. Олай болса, келесі қарастыратынымыз қандай екен? Қандай қозғалыстар бар екендігін сіздермен қарастырамыз. Жер бетінен H биікте тұрған дене үшін дейді. Жер бетінен H биікте тұратын дене болатын болса, оған бізде әсер ететін ауырлық күші екен. Бірақ ауырлық күші жер бетіндегімен салыстырғанда сәл өзгешерек болады. Негізінен сіздер білесіздер, ауырлық күші жер бетіндегі денелерге әсер еткен өзінде де полюсте, 45 градус ендікте және экваторда G бірдей болмағандықтан да ауырлық күшінде сәл ғана өзгерістер болатындығын атап өтуіміз қажет. Естеріңізде болса, экватормен және полюсті салыстырған кезінде қайсында денеге әсер ететін ауырлық күші көбірек дейтін болса, әрине сіздер полюсте деп жауап берулеріңіз керек. Себебі полюсте және экваторда бірдей болмауының бірден бір себебі жерді шын мәнісінде туп тұра шар тәріздес емес, ол сәл де болса жұмыртқа іспеттес болып келеді екен. Міне соған байланысты оның формуласы өзгереді екен. Яғни G-дің мәні.
Енді жерден h биіктікке байланысты денені қалай қарастырамыз? Мысалы дейік, мынау жер болатын болса, жерден h биіктікте қандайды бір жасанды серік қозғалатын болса, алдағы уақытта біз жасанды серікпен қарастырамыз. Көріп отырсаңыздар, ол жерден алыстады h биіктікке. H биіктікке алыстағандықтан да оның формуласында қандай өзгерістер болады? Яғни бізде арақашықтық ұлғайды. Естеріңізде болса, гравитациялық күштің алдындағы сабақта формуласын былай жазған еді. G көбейтілген масса жер көбейтілген масса бөлінген R квадрат еді. R жердің квадраты. Бұл қандай биіктікте бізде? Жердің бетінде. Ал енді, егер де біз h биіктікке көтерілетін болсақ, онда оны F2 деп алсақ болады, немесе FH деп алсаңыздар да болады. Ол кезде формуламыз бізде G көбейтілген h биіктікте M жер көбейтілген масса бөлінген R жер қосылған h-тың квадраты болады екен. Сонда қарап отырсаңыздар, арақашықтық пен F кері пропорция болып шықты. Олай болса, кері пропорция деген сөз жерден h биіктікке көтерілген сайын тартылыс күші, яғни бізде ауыру күші азаяды екен. Енді есепті сіздерге жеңілдету үшін мен сіздерге формуланы түрлендіріп өтейін. Яғни, мысалы сіздерде h биіктікті табу қажет болады, немесе қанша есе азайды дейтін болса h биіктікте біз формуланы былай өзгертсек болады екен. Мынаны F1 деп алуға да болады, немесе F деп алайын. F бөлінген FH тең болады. Қараңыздар, бөлген кезінде гравитациялық тұрақты масса жер көбейтілген масса барлығы қысқарып кетеді. Мен бірден жазсам болады, бірақ сіздерге көрсетейін. G көбейтілген масса жер көбейтілген масса бөлінген R жердің квадраты көбейтілген. Енді бөлу деген сөз кері шамасына көбейту. Олай болса, R жер қосылған h квадрат бөлінген G көбейтілген масса жер көбейтілген масса. Әрине, барлығы қысқарып кетеді. Сонда бізде қалатын формуламыз F бөлінген FH тең болады. R жер қосылған h-тың квадраты бөлінген біздің жағдайда R жердің квадраты. Мына формуланы біз бүгінгі сабақ үшін 1 деп алсақ болады. Жазбаңыздар. Енді дәл сол сияқты жерден h биіктікте еркін сөйлеуде өзгере ма деген сұраққа жауап берейік. Әрине өзгереді. Жер бетіндегі G бізде 9,8 дедік. Ал оның сәйкесінше формуласы G көбейтілген масса жер бөлінген R жердің квадраты еді. Осыларды есептеген кезінде бізде жоқтағанда 9,8 деп ал. Енді h биіктікте бізде денен h биіктікте қозғалып жүрген дене үшін G h-тың формуласы бізде G көбейтілген масса жер бөлінген R жер қосылған h-тың квадратына тең болады екен. Енді осы жерден дәл осылай біз түрлендіруді жүргізетін болсақ, G бөлінген GH мен бірден жазсам болады. Менде мынандай формула пайда болады екен. G көбейтілген масса жер қысқарып кетеді да, R жер қосылған h-тың квадраты бөлінген R жердің несі болады екен? Квадраты. Бұл формуланы балдар біз 2 дейміз. Қазір сіздерге есеп барысында бұл түрленген формуланы өте көп пайдасы тиетіндігін көресіздер. Себебі, егер де масса жер тұрақты массаны қойып есептейтін болсаңыздар, сіздерге өте көп уақытқа жетеді екен. А егер де дәл осы формуламен жұмыс жасайтын болсаңыздар, онда сіздер уақыттан әлдеқайда ұтатындарыңызды ұмытпаңыздар. Сонымен жер бетінен h биікте тұрған дене үшін әсер ететін ауырлық күші жермен салыстырғанда әлдеқайда азырақ болатындығын байқады. Және ол арақашықтықтың квадратына кері пропорционал екендігін қазір біз есептеп шын мәнісінде формуланы түрлендіріп таптық. Сұрақ бар ма осы слайд бойынша? Жоқ. Жоқ. Олай болса, мен келесі слайдқа көшу үшін есептерді әрқайсысына көрсетіп мен өтемін сіздерге қазір. Мына
Берілгендерді өшірейін, және келесі слайдқа біз көшеміз. Яғни мысал ретінде бірнеше есептер шығарып көрейік. Себебі алдағы уақытта бізде дәл осыған ұқсас есептер ТЖБ-да кездеседі. Яғни ауырлық күшінің әрекетінен денелердің қозғалысын біз сипаттайтын есептерді қарастырады екенбіз. Сонымен қараңыздар, бірінші есеп. Ғарыш кеменің дейді, жерге тартылыс күші жер бетіндегі тартылыс күшінен қандай қашықтықта 100 есе кем болады дейді. Бұндай есепті әрине бұл орта деңгейдің есебі емес, бұл жеткілікті деңгейдің есептеріне жатады. Енді қалай жұмыс жасаймыз? Біріншісі, берілген жазамыз. Жер бетінде тартылыс күші көбірек. Сондықтан да мен есептің шартында берілгенде былай деп жазады екем. Яғни F бөлінген FH тең болады 100. Тау керекпіз бізге. Қандай биіктікте дейді. Қандай қашықтықта десе, біз H-ты тауып алуымыз керекпіз. Бірінші, қандай формулаға сүйенеміз балдар? Бұндай есепті шығару үшін. Бұл есепті шығару үшін F бөлінген FH тең дайын формулаға жазам. Яғни R жер қосылған H-тың квадрат бөлінген R квадрат. R жердің квадраты. Енді қараңыздар. Бұндай есепті айтып өттім, яғни өте оңай тез шығаруға болады. Әрқашан тестте де сіздер алда уақытта жұмыс жасаған кезінде түбірасына шығатындай сан беріледі. Мысалы, 100-дің түбірі қаншаға тең болады? 10-ға тең екендігін білесіздер. Олай болса қараңыздар, орнына қоям. F бөлінген FH менде 100-ге тең. Олай болса 100 тең. Енді R жер қосылған H-тың квадраты бөлінген R жердің квадраты. Сіздер ойлайсыздар, математикада А қосылған B-ның квадратындай ғып ашам деп ойлап жатырсыздар. Ал мен оңай жолын сіздерге көрсетейін. Яғни, еш ашудың қажеті жоқ. Екі жақты да түбірасына аламын. Мынау 100 және келесі бөлікті. Сонда 100-ден түбірасына шығатын бізде 10 тең болады. R жер қосылған H бөлінген, көріңіздер ма, квадратпен түбір қысқарды. Және R жер. Осыдан пропорция 10 R жер өзара көбейтіледі. Сонда 10 R жер тең болады R жер қосылған H. Осыдан біз R жерді сол жақ бетке өткізетін болсақ, бізде шығатын сан, яғни 9 R жер тең болады екен H. Енді соңында қоя берсеңіздер болады. Білесіздер, R жер дегеніміз жер беті үшін 6400 километр, сонда 9 көбейтілген 6400 километрді көбейтетін болса, қанша шығады бізде? Кім айтады? 60.600 бірнеге. 57.600 километр. Осылай шықты ма сіздерде? 57.600. Қараңыздар, бұнда есеп келетін болса, сіздер оп-оңай жұмыс жасай алады екенсіздер. Мысалы, ғарыш кеменің тартылыс күші жер бетіндегі тартылыс күшінен қандай қашықтықта, мысалы, 64 есе кем болады дейтін болса, мысалы, 64. Сіздер ойлайсыздар, бірден автомат түрде 64-тен түбірінен қанша шығады? 8. Әрқашан жердің бетінен дейтін болса, әрқашан бір R-ді алып отырасыздар. Сонда H-тен қанша R болып қалады? Біреуін алып отыратын болса, жер бетінен болса? 7 R. Сондықтан да бұндай есепті ауызша шығарсаңыздар да болады. Мысалы қараңыздар, тағы да бір мысал келтірейін. Егер мына 36 есе кем болатын болса, 5 R. 5 R. Мына жарайсыңдар. Демек те бұндай есеп келген жағдайда автомат түрде мына формулаға сүйене отырып шығарсаңыздар болады. Немесе тест түрінде берілетін болса, егер сұрақтарыңыз, онда жер бетінен дейтін болса, міндет түрде бір R жерді алып отырасыздар. Түбірасына шығарасыздар, бір R жерді алып отырсаңыздар, сіздерде қандай қашықтық екендігін оп-оңай тауға болады екен. Сұрақ бар ма бұл бойынша, есеп бойынша?
Так, олай болса, Төрт. келесіге өтейін. Келесі есебіміз бізде еркін түсу үдеуіне байланысты екен. Еркін түсу үдеуіне байланысты қандай есеп берілген екен? Жер радиусына тең биіктіктегі еркін түсу үдеуін анықтаңыздар дейді. Жер радиусына тең биіктікте дейді. Сонда берілгені бойынша H тең R жер. Енді бізге тауып алу керекпіз, еркін түсу үдеуін тауып керекпіз. Яғни G-ді. H биіктіктегісін. Бұның бағана формуласын танысқан едік. Формуласы бойынша сіздерде айтып өткендегідей G бөлінген қандай еді бізде? G бөлінген GH Бөлінген G жер тең болады R плюс H-дің квадраты жақшаның ішінде. Бөлінген H, бөлінген R R квадрат. жердің квадраты. Дұрыс айтасыздар. Енді жердің радиусы бізде тұрақты. Енді осы жерден GH-ты табу үшін бірінші орындарына қойып шығайын. G бөлінген GH тең болады. Қараңыздар. R жер өзі қалсын, H-тың орнына R жер қоям. Сонда R жер мен E жер өзара қосылған кезіне қанша R жер болады? 2 2 R жер. Ал квадраттаған кез неше? 4 Төртеу. 4 R жер. Дұрыс айтасыздар. 4 R жердің квадраты бөлінген R жердің квадраты. Сондықтан R жер квадрат пен R жер квадрат өзара қысқарады. Осы жерден шығатын менде формула G бөлінген GH тең болады 4. Осыдан егерде мен GH-ты табатын болсам, онда орындары ауысады 4 пен. Сонда G бөлінген 4 болады. Ал G-ді біз жер беті үшін 9,8 немесе есеп шығару барысында біз 10 деп алатын едік. Сонда 10 метр секунд квадрат бөлінген 4, сонда шығатын сан бізде қаншаға тең болады екен? 2,5 Дұрыс айтасыздар. 2,5 метр секунд квадрат. Сонда жерден H биіктікке көтерілетін болса, еркін түсу үдеуі 4 есе азайғандығын байқады. Сонда жауабы GH тең болып тұр бізде 2,5 жоқтаған кезінде метр секунд квадратқа тең болды. Жазбаңыздар. Сұрақтарыңыз бар ма? Түсінікті ғой, демекте H биіктікке байланысты. Олай болса, енді келесі есебімізді шығарайық. Яғни келесі қозғалысымызды қарастырып өтейік. Ауырлық күшінің әсерінен тек қана вертикаль бағытта қозғалыстар емес, сонымен қатар жасанды серіктердің қозғалысынан басқа, бізде тағы да жер бетінде өтетін қозғалыстар да бар екен. Олай болса, ондай қозғалыспен қазір бүгінгі сабақта сіздер танысасыздар. Оқулықта оған сәйкесінше формула сіздерге берілмеген, бірақ жаттығудың есептері берілген екен. Сондықтан да бұны біз қарастыруымыз міндетті. Алда уақытта оны 10-шы сыныпта өтеміз, қарастырамыз. Қараңыздар, көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысы дейді. Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысы деп жазып қойсаңыздар болады. Әрине, бұндай қозғалысы сіздер күнделікті өмірде пайдаланасыздар. Мысалы, волейбол ойнаған кезінде екі бала немесе тағы да басқа ойындар кезінде біз осы көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысын қолданамыз. Енді қараңыздар, көкжиек дейді бізде мынау, соған біз бұрыш жасай лақтырады екенбіз. Енді неліктен дененің траекториясы мұндай қисық болып келеді деген сұраққа жауап берейік. Себебі балдар, бұл жерде біз бастапқы жылдамдықпен лақтырған кезінде жылдамдықтың екі құраушысы болады екен. Біріншісі X бағытында, екіншісі Y бағытында. Енді осы қозғалысты сипаттап көрейік. Бірінші, қозғалысты сипаттағанда, бұл қандай қозғалыс деген сұраққа жауап бергенде, біз кеммел қозғалыс деп атаймыз. Қандай қозғалыс екен? Кеммел қозғалыс. Себебі қараңыздар, кез келген H биіктікке немесе жоғарыға лақтырған дененің барлығы уақыт өтісімен жерге құлайды. Ауырлық күшінің әсерінен траекториясы қисайып, көріңіздер, төмен қарай құлайды. Екінші, траекториясы қандай деген кезіне біз былай деп жауап береміз. Траекториясы, яғни тармақтары төмен қарай бағытталған парабола. Тармақтары төмен қарай бағытталған парабола. Жазбаңыздар. Төмен қарай бағытталған парабола.
Енді осы құраушыларды анықтау үшін, жылдамдықтың құраушысын біз екі өске жіктейміз. Біріншісі X бағыты, екіншісі қай бағыт болып есептелінеді екен? Бізде Y бағытында. Енді дененің ең жоғары көтерілген биіктікті біз H максимум дейміз. Немесе қазақша ең жоғары көтерілу биіктік деп аталады. Дененің бастапқы орын мен соңғы орын қосатын кесіндіні бүгіннен бастап L деген әріппен белгілейміз. Яғни ол бізде L дегеніміз ұшу алыстығы деп аталады екен. Орысша бізде дальность полета дейді. Ұшу алыстығы. Өлшем бірлігі метр. Өлшем бірлігі метр болады. Ал енді формуласына тоқталады. Мынау ұшу алыстығын табу үшін және H биіктікті табу үшін біз біріншісі кішігірім үшбұрышты, тікбұрышты, үшбұрышты қарастырайық. Яғни міне қараңыздар. Мынауымыз бізде V0-ға тең болып тұр. V0. Келесі, мына бұрышымыз альфа. Мен көрдіңіздер ме, кішкентай бөлікті бөліп алып отыр. Мына бөлікті X бағытындағысы V0 X болсын дейік. Және Y бағытындағысы ол бізде V0 Y. Енді математикадан сіздер білесіздер, тригонометриядан. Яғни V0 X-ті табу үшін, X өсінде құраушысын табу үшін бастапқы жылдамдықтың біз қандай формуланы пайдаланамыз? Яғни V0 X-ті табу үшін біз гипотенузаны неге көбейтеміз? Косинус альфа көбейтеміз. Себебі V0 X бұрышқа жатқан, іргелес жатқан катет болып есептелінеді. Сондықтан да V0 көбейтілген косинус альфа болады. Келесі, V0 Y-ті табу үшін бұл қарсы жатқан катет бұрышқа. Сондықтан да гипотенузаны біз көбейтеді екенбіз синус альфа. Мұнда гипотенуза V0-ға тең болып тұр біздің жағдайда. Бұл формуланы біз бір дейміз. Келесі, ұшу алыстығын табу үшін бізде жылдамдықтың X өсіндегі құраушысы негізгі қызметті атқарады. Сондықтан да L-дің формуласы біздің жағдайда ол V0 X көбейтілген T ұшу деп аталады. Бұл формуланы біз неше дейткеніміз? 2. Неліктен Т ұшу дейді балдар? Себебі дене мына жерге көтеріледі. Мысалы дейік, мына нүктені біз А нүктесі деп алайық. Одан кейін не істей бастайды екен? Түсе бастайды. Және алдыңғы сабақта өткенбіз. Дене қанша уақыт көтерілетін болса, сонша уақытта түседі. Сонда Т ұшудың формуласы біздің жағдайда ол тең болады екен Т көтерілу қосылған не болады екен? Т түсу. Немесе Т көтерілу мен түсу бір-біріне тең болғандықтан да мен бірден жазсам болады. 2 көбейтілген Т көтерілу деп жазсаңыздар болады. Бұл формуланы біз неше дейткеніміз? 3. Енді V0 X-тің орнына V0 көбейтілген косинус альфаны апарып қоям. Сонда L-дің формуласы менде шығатыны V0 көбейтілген косинус альфа көбейтілген Т ұшу деген формула шығады. Бұл формуланы біз неше дейткеніміз? 4 дейміз. Бұл формула бізде 4 болады. Ал енді H биіктікті табу үшін біз H тең бұл бағытта бізде Y бағытындағы жылдамдық, яғни бастапқы жылдамдықтың құраушысы негізгі қызметті атқарады. Сондықтан да V0 Y көбейтілген Т көтерілу, дұрыс па? Минус болады, себебі жоғары қарай бағытталғандықтан да G көбейтілген Т көтерілудің квадратын бөледі екенбіз 2-ке. Енді V0 Y-тің орнына мен V0 көбейтілген синус альфаны қоям. Сонда H тең болады V0 көбейтілген синус альфа көбейтілген Т көтерілу минус G көбейтілген Т көтерілудің квадратын бөледі екенбіз қаншаға? 2-ке. Ал мына формуланы мен кез келген биіктіктегі анықтау үшін, биіктікті анықтау үшін мен бұл 5-ші формула деймін. Ал енді біз дененің ең жоғарғы А нүктесінде көтеріліп биіктігін табу үшін сәл өзгерістер енгізеді екенбіз. Қандай өзгерістер енгіземіз? Сіздерге мына бөлік көрініп тұр ғой, сондықтан да оң жақ бетке жазуға тырысам. А нүктесінде біздің А нүктесінде Y-тің соңғы жылдамдығы Y бағытында 0-ге тең болады, яғни VY тең болады 0. Ал оның формуласы VY тең болады
в нулевой y сіздердің алдындағы сабақтарға сәйкес минус жт көтерілу. Енді 0 тең, ал в нулевой y-тің орнына мен в нулевой көбейтілген синус альфа минус жт көтерілу деп алам. Осыдан т көтерілуді тауып алу үшін келесі сол жақ бетке өткізем, сонда формуламыз былай шығады екен. В нулевой көбейтілген синус альфа бөлінген қандай болады екен? G. Мына формуланы біз 6 дейміз. Ал т ұшуды тапқымыз келетін болса, ол 2 т көтерілуге тең болғандықтан да т ұшудың формуласы менің жағдайымда ол 2 көбейтілген в нулевой көбейтілген синус альфа бөлінген G деген формулаға ие болады. 6, одан кейін сәйкесінше 7-ші формула. Енді балдар, осы жерде бізге H максимумды және L-дің уақытсыз теңдеуін жазым кеп жатыр. Сондықтан да бірінші 6-ші формуланы балдар мен 5-ке апарып қоям. 6-ші формуланы қайда апарам? 5-ке. Сонда бізде қандай өзгерістер болады? Жоғарғы жақты өшірейін, яғни бұл сіздер білдіңіздер, кеммелі қозғалыс, тармақтар төмен қарап бағытталған парабола екендігін білдік есеп барысында. Ал енді жазып көрейік. 6-ші формуланы жазып қоямыз. 6-ны қайда қоямыз? 5-ке қойсақ, 5-ке апарып қойсақ, бізде келесі формула пайда болады. Яғни бізде H тең в нулевой көбейтілген синус альфа т көтерілудің орнына апарып қоям. В нулевой көбейтілген синус альфа бөлінген G. Минус G бөлінген 2-ні алға жазып жіберем. Көбейтілген бізде келесі квадрат қой. Сондықтан да в нулевой көбейтілген синус альфа бөлінген G-дің квадраты. Ал енді ары қарай математика. Математикада в нулевой мен в нулевой көбейтсек, бізде в нулевой квадрат шығады. Синус альфа мен синус альфаны көбейтетін болсақ, синус квадрат альфа шығады. Бөледі екенбіз G-ға минус G бөлінген 2. Математикада в нулевой квадрат көбейтілген синус квадрат альфа бөлінген G квадрат болады. G квадрат пен G-дің біреу кетеді. Сонда қараңыздар, ортақ бөлім берген кезінде 2G болады екен. 2G болу үшін мына сол жақ бетіндегі теңдеуге 2-ден берем. Сонда 2 в нулевой квадрат көбейтілген синус квадрат альфа минус в нулевой квадрат көбейтілген синус квадрат альфа бөледі екенбіз қаншаға? 2G-ға. Математиканы білесіздер, мұнаның алдына көзге көрінбейтін бір түр. 2-ден 1-ді азайтатын болсақ, онда бізде шығатын сан қанша болады? 1 в нулевой квадрат көбейтілген синус квадрат альфа болады. Олай болса, H макстың формуласын бірден жазам. Яғни в нулевой квадрат көбейтілген синус квадрат альфа бөледі екенбіз қаншаға? 2G-ға. Бұл формуланы балдар біз неше дейді екенбіз? 8. Ал енді 7-ші формуланы мен 4-ке апарып қоям. 7-ші формуланы біз қайда апарады екенбіз? 4-ке. Оның формуласы сонда әдейі өшірмей тұрайын, сіздерге мына жерде көрініп тұратын болсын. Сондықтан да ол жағдайда формуламыз қалай өзгереді екен? Яғни H тең в нулевой көбейтілген косинус альфа көбейтілген т ұшудың орнына 2 в нулевой көбейтілген синус альфа бөледі екенбіз қаншаға? G-ға. Ал енді 2-ні алға жазып жіберсем де болады, мен бірақ олай жасамайын. В нулевой мен в нулевойды көбейтемін. В нулевой квадрат көбейтілген 2 синус альфа көбейтілген косинус альфа бөлінген G деген формула пайда болады. Математикада сіздерде тригонометриялық түрлендіру формуласы бар. 2 синус альфа көбейтілген косинус альфа балдар бізге синус 2 альфаны береді екен. Математикада. Тағы да бір рет қайталайын. 2 көбейтілген синус альфа көбейтілген косинус альфа ол бізге синус 2 альфаны береді. Жазып қоямын мына жерге. Синус альфа көбейтілген косинус альфа
Ол бізде синус 2 альфаға тең. Сондықтан да мына формуланы былай өзгертемін. H тең болады v нолевой квадрат көбейтілген синус H деп жаздым ғой, балдар, кешіресіздер, мына бізде L емес па, иә? L тең болады. L тең, яғни мына жерде де L болады. Өйткені біз ұшу алыстығын тауып отыр екенбіз ғой. Мән бермей қаппын. Синус 2 альфа бөлінген қандай болады екен? G. Мына формуланы біз 9-шы формула дейміз. Міне көрдіңіздер ме? Көкжиекке бұрыш жаса лақтырылған дененің қозғалысын бүгінгі сабақта біз сипаттап өттік. Бұл да ауырлық күшінің әсерінен өтетін қозғалыс. Енді тестте сұрақ келуі мүмкін. Траекторияның кез келген нүктесін алайық. Мысалы, мына нүктені біз B дейік, енді А нүктесі бар болып тұр. Одан кейінгісі мына бөлікті алайық. Мына нүктені біз С дейік. А, Б және С нүктесіндегі үдеу туралы не айтуға болады деді. Бар бөлігінде еркін түсудеуі G-ға тең екендігін ұмытпаңыздар. Барлық бөліктегі еркін түсудеуі бірдей кез келген нүктесіне, траекторияның кез келген нүктесіне. Және ол қалай қарай бағытталады екен? Төмен қарай. Келесі сұрақ келуі мүмкін. Қандай бұрышта мынау дененің ұшу биіктігі максимал болады дейді. Қандай бұрышта деген кезінде, балдар, әрқашан ұмытпаңыздар. Альфа тең 45 градус. Альфа 45 градус болған кезінде H максимум мәнге ие болады екен. Осыны ұмытпаңыздар. Яғни ең үлкен биіктікте, яғни бұрышымыз бұл қанша градус болады екен? 45 градусқа тең болғанда тең болады екен. Жазбаңыздар. Балдар, біздерде уақытымыз аз қалды. Тағы бір азғантай есептерді шығару үшін Zoom-ды ұйымдастырып жіберсем бола ма? Қалған есептерді түсіндіру үшін. Так, онда қазір сіздерге осыны жазып болсаңыздар, бізде уже уақытымыз қазір бітіп қалады. Одан кейін сіздермен ары қарай жалғастырамыз. Жазбаңыздар, мен қазір тағы да бір рет не ұйымдастырам. Сіздер жазып болыңыздар бұға дейін. Енді біз сіздермен көкжиекке бұрыш жаса лақтырылған дененің қозғалысына байланысты есептер шығаруды қарастырайық. Бірінші есеп. Зеңбіректен көкжиекке бұрыш жаса атылып шыққан снаряд 12 секунд ұшты дейді. Снаряд қандай ең үлкен биіктікке көтерілді? Яғни біз ең үлкен биіктікті H-максты табуымыз қажет. 12 секунд ұшты дейтін болса, демекте бізде ұшу уақытымыз 12 секундқа тең болады. Олай болса, Т ұшу тең 12 секунд деп жазам. Сонымен қатар, келесі ары қарай H max бізде белгісіз. Шешуі халықаралық бөліктер жүйесі болмайды, сондықтан да бізде енді келесі формулалар жазады. Ең жоғары көтерілу биіктігінің бүгінгі танысқан формуламыз H max тең болады v нолевой квадрат көбейтілген синус квадрат альфа бөледі екенбіз 2G-ға. Бірақ бізде қарап отырсаңыздар, не v нолевой жоқ, не синус альфа жоқ, тек қана бізде ұшу уақыты ғана бар екен. Олай болса, біз Т ұшудың формуласын жазайық. Т ұшудың формуласын бүгінгі сабақта қарастырғанымызда 2 көбейтілген v нолевой көбейтілген синус альфа бөледі екенбіз нешеге? G-ға. Енді осы жерден v нолевойдың құр өзін таппай, сонымен қатар v нолевой көбейтілген синус альфамен бірге тауып көрейін. Сонда v нолевой көбейтілген синус альфа пропорцияны орындаймыз. Т ұшу мен G өзара көбейтіледі. Т ұшу көбейтілген G бөледі екенбіз қаншаға? 2-ке. Енді бірденен орнына қойсаңыздар да болады, немесе формула түрлендірулеріңіз келсе, өрнекті осы күйінше апарып қоямыз. Сонда H max тең болады. Орнына апарып қоятын болса, v нолевой көбейтілген синус альфа квадраты болғандықтан да Т ұшу көбейтілген G бөлінген 2-ның квадраты бөледі екенбіз. Берілген формула бойынша 2G-ға. Енді квадраттаған кезінде Т ұшудың квадраты көбейтілген G квадрат бөледі екенбіз. 2-ның квадраты 4 бөледі екенбіз 2G-ға. 4 астыңғы бөлікке көбейтіліп кетеді, себебі бөлу деген сөз кері шамасына көбейту. Олай болса, Т ұшудың квадраты көбейтеміз G-ға бөледі екенбіз
g квадрат бөледі екенбіз 8g-ға. G-дің біреуі кетеді. Сонда бізде шығатын формуламыз t ұшудың квадраты көбейтеміз g бөлінген 8. Енді орнына апарып қояйық. H max тең болады сонда бізде. Тошу 12-нің квадраты бізде 144 секунд квадрат. Көбейтеміз 10 метр секунд квадрат. Бөледі екенбіз бізде қаншаға? 8-ге. 8-ге. Олай болса, секунд квадрат пен секунд квадрат қысқарады. 144-ті 10-ға көбейтсек, 1440 болады. Бөледі екенбіз 8-ге. Сонда шығатын санымыз бізде 180 метр. Сонда ең үлкен көтерілу биіктігіміз бізде жауап бойынша 180 метрге тең болғандығын білдік. Егер де есепті жазып болсаңыздар, енді келесі есепке тоқталайық. Доп 20 метр секунд жылдамдықпен көкжиекке 30 градус бұрыш жасай лақтырылды дейді. Доптың ұшу алыстығы қандай деді? Берілген жазайық. Берілгені v0 20 метр секунд және көкжиекке 30 градус бұрыш жасайды. Демекте альфа тең бізде 30 градус. Ұшу алыстығын тап дейді. Ұшу алыстығын бағаны біз айтқанымыз L әрпімен белгілейміз. Әрине бұл есеп аса күрделі емес. Бір ғана формуламен шығарылады. Бірақ сіздер бүгінгі сабақта жаңа формуламен танысқандықтан да әрқайсысын жеке-жеке қарастыруымыз міндетті. Сонымен L-дің формуласы v0 квадрат көбейтілген синус 2 альфа бөледі екенбіз бізде g-ға. Енді бізде альфа 30 градус берген. Демекте біз 30 градуста мәнді қарастырмай, ең алдымен 2-ні альфаға көбейтеміз. Яғни 60 градустағы синустың мәнін қараймыз. L тең болады 20 квадраты 400 метр квадрат бөлінген секунд квадрат көбейтілген синус 60 градус. Синус 60 градус бөледі екенбіз бізде 10 метр секунд квадрат. Метр квадрат пен метр, секунд квадрат пен секунд квадрат қысқарады. Сонда тең болады 400 пен 10 өзара бөлінген кезінде бізде 40 болады. 40 көбейтілген синус 60 градуста білесіздер сіздерде ол түбірасты 3 бөлінген 2-ке тең. Түбірасты 3 бөлінген 2. Енді 40 пен 2 өзара қысқарады, сонда бізде 20 түбірасты 3 метр шығады. Немесе түбірасты 3-тен шыққанда жоқта 1/73-ке тең екен. Олай болса 20 көбейтілген 1/73, сонда шығатын сан. Егер де 1/7 болса, әрине 20-ға көбейтсем, менде шығатын сан 34 болар еді. Ал менде 1/73, сондықтан да 20-ны көбейтем 1/73-ке. Сонда шығатын сан менде 34,6 метр. Немесе жоқтап алсаңыздар болады, яғни ол 35 метр деп алуға болады екен. Яғни доп 20 метр секунд бастапқы жылдамдықпен лақтырылатын болса, оның ұшу алыстығы 30 градус бұрыш жағдайында, яғни 35 метрге тең болады. Жауабы, яғни L жоқтап 35 метр деп аламыз. Немесе нақты алатын болсаңыздар 34,6 метрге тең болады. Әрине, бұл есеп бір ғана формамен шығарылады, бірақ сіздерге түсініктірек болсын деп алдым. Ал енді келесі ауырлық күшінің әсерінен тағы да бір қозғалысты қарастырып өтетін қозғалысты қарастырып өтейік. Сонымен келесі қозғалысымызға тоқталайық. Ол бізде горизонталь лақтырылған дененің қозғалысы. Горизонталь лақтырылған дененің қозғалысын біз сіздермен суреттен көріп отырсыздар. Яғни горизонталь лақтырылған дененің қозғалысы дегеніміз дәл осы қозғалысты айтып өтеміз. Әрине бұл қандай қозғалыс дегеніміз және траекториясы қандай болады деген сұраққа жауап береміз. Траекториясы бізде парабола.
тармақтары төмен қарай бағытталған жарты параболаны сызып тұр. Горизонтал лақтырылған дененің қозғалысын көкжиекке бұршаса лақтырылған дененің қозғалысынан формулаларынан қорытып шығаруға болатындығын ұмытпаңыздар. Демек, дене енді h биіктіктен лақтырылады. Және дененің сол күйінше қалады, бастапқы орын мен соңғы орын қосатын мынау кесіндіні біз L, яғни ұшу алыстығы деп атаймыз. Енді бұл жерде қандай өзгерістер енгіземіз? Біріншісі, бұл қандай қозғалыс дегенде? Үдемелі. Себебі төмен қарай бағытталып тұр. Төмен бағытталған кезінде G төмен бағытталып тұрғандықтан да бұл үдемелі қозғалысқа жатады екен. Келесі, ары қарай. Енді альфа бұл жерде бізде 0 градус. Яғни көрдіңіздер ме, көкжиекке параллель алынған. Олай болса, косинус 0 градуста сіздер білесіздер 1-ге тең. Ал синус 0 градуста 0-ге тең болады. Осы өзгерістерді біз алдыңғы көкжиектегі бұршаса лақтырған дененің қозғалысына өзгерістер енгіземіз. В0 x-іміз ол жерде В0 көбейтілген косинус альфаға тең еді. Косинус альфа 0 градуста болған кезінде бізде В0 көбейтілген косинус 0 градус, косинус 0 градуста 1-ге тең болғандықтан да В0-дің өзіне тең болып қалады. В0 y ол бізде В0 көбейтілген синус альфаға тең еді. Олай болса, бізде көріп отырсаңыздар, синус 0 градуста 0-ге тең болғандықтан да, яғни В0 көбейтілген 0, ол 0-ді береді. Сондықтан да бастапқы В0 y-іміз 0-ге тең болады екен. Келесі, сонымен қатар, енді формуласына тоқталайық. L тең В0 көбейтілген косинус альфа көбейтілген Т ұшу еді. Бірақ біз Т ұшу демейміз, Т деп аламыз. Себебі бұл жерде түсу мен Т ұшу екеу бір-біріне тең болып тұр. Сондықтан да мен оны Т деген әріппен алайын. Сонда косинус 0 градуста 1-ге тең болғандықтан да формуламыз L тең В0 көбейтілген Т-ға тең болады. Мына формуламыз бізде 1 болсын, келесі формуламыз сәйкесінше 2-ге тең болады. H-ды тауып алу үшін В0 көбейтілген синус альфа көбейтілген Т, енді минус емес бізде плюс болады, өйткені төмен қарай бағытталып тұр жт квадрат бөлінген 2. Синус 0 градуста 0-ге тең болғандықтан да өрнектің сол жақ бөлігі толығымен 0-ге тең болып кетеді екен. Сонда біздің формуламыз қалай өзгереді? Яғни h тең болады жт квадрат бөлінген 2. Бұл формуладан көріп отырсаңыздар, бұрышқа тәуелді емес болып шықты. Яғни бұл бізде үшінші формуламыз. Келесі. Ал енді дененің кез келген, траекторияның кез келген нүктесіндегі жылдамдығын, яғни соңғы жылдамдығын табу үшін, бұл жерде біз жылдамдықтың екі құрауышын міндетті түрде ескеруіміз қажет. Біріншісі бізде VY, екіншісі бізде не болады екен? VX. Енді VX дегеніміз бұл бізде V0 X-ке тең, ал ол бізде сәйкесінше V0-ға тең болады. Олай болса, VX дегеніміз бұл жағдайда V0 X, ал ол бізде V0-ға тең. VY дегеніміз алдындағыдай айтып өткенде, ол V0 көбейтілген синус альфа қосылған жт-ға тең еді. Енді V0 көбейтілген синус альфа бізде 0-ге тең болғандықтан да VY-іміз тең болады сәйкесінше жт. Соңғы жылдамдықты табу үшін түбірасында Vx квадрат қосылған VY квадрат деген формуланы қолданамыз. Бұл формула бізде 4 болсын. Енді өзгерістерді, яғни түрленген формуларды 4-ке апарып қоятын болсақ, V тең болады түбірасында V0 квадрат қосылған Ж көбейтілген Т-ның несі болады екен? Квадраты. Бұл формуланы сәйкесінше біз 5 деп аламыз. Міне, демекте дененің соңғы жылдамдығын табу үшін біз V тең V0 квадрат қосылған жт квадрат деген формуланы қолданамыз. Ал енді есеп барысында тағы бір ескертетін жағдай, егерде есепте альфа 45 градус деп берілетін болса, онда бізде тағы бір өзгерістер енгізеді екенбіз. Осыны ұмытпаңыздар, егерде альфа 45 градус берілетін болса, онда бізге не айтып тұрған екен?
альфа егер есептің шартында 45 градус болып берілсе, онда сіздер міндетті түрде vx пен vy-ті өзара теңестіреді екенсіздер. Vx пен vy бір-біріне тең деп тұр. Vx-ің орнына v0 қоямын, сонда v0 тең болады j. Бұл формуланы сәйкесінше біз 6 деп аламыз. Егер де есептің шартында альфа 45 градус берілсе, тағы да бір рет қайталап өтем, vx пен vy бір-біріне тең. Олай болса v0 тең болады j. Бұл формуланы сәйкесінше біз 6 деп алады екенбіз. Міне осылайша горизонталь лақтырған дененің қозғалысын бүгінгі сабақта біз талқыладық. Сонымен сіздер нені түсіндіңіздер? Егер де мысалы қарап отырсаңыздар, қандай да бір ұшақпен кетіп бара жатып, өздеріңіздің үйлеріңіздің төбесіне немесе жақын білетін жерден өтіп бара жататын болсаңыздар, қандай да бір хат болсын немесе жүк лақтыратын болса, ол әрине дәл астыңғы бөлікке түспейді екен. Не үшін деген сұраққа жауап берейік. Себебі әрине жүк немесе хатымыз тыныштықта тұратын болса, ұшақпен салыстырғанда, бірақ жермен салыстырғанда біз ұшақтың жылдамдығымен қозғалып бара жатқандығын ұмытпауымыз қажет. Соның нәтижесінде ол өзінің жылдамдығын толығымен яғни азайтып біткенше дейін ол осындай қисық траекторияны сызып өтеді екен. Сонда әрқашан дәл нысанға тигізу үшін егер де ұшақтың жылдамдығын немесе желдің жылдамдығын ескеретін болсақ, онда біз керісінше алда әлі сол біздің нысанға жетпей тұрып лақтыруымыз қажет екендігін ұмытпаймыз. Мысалы, қараңыздар, 1941 жылы өткен соғыста, яғни білесіздер, бомба тасталған. Бомба дәл өзінің нысанына тию үшін, сонда бомба тастаушы бомбардировщик, яғни ол алдын ала ұшақтың жылдамдығын ескере отырып, алдын ала лақтырып отырған. Сонда ғана ол қажетті нысанына жетіп, яғни жарылатын болған. Сонымен қатар, ер балдардың тағы бір ерекшелігі, олар көбінде терде мылтық атады. Сонда қарап отырсаңыздар, кейде көбінде барлықтарымызда, яғни нысанаға берілген неге ешқашан жетпейтіндігін байқаймын. Себебі, егер де сіздер көріп отырсаңыздар да, ол да горизонталь лақтырған дененің қозғалысына сәйкес келеді. Сонда әрқашан қалай дәл тигізу үшін не істеуіміз қажет деген сұрақ туындайды. Енді ол үшін сіздер дәл тигізу үшін осы бөліктен қарастырып көрсетейін. Яғни мысалы сіздер терде бытыра атамыз көбінде, енді оқ деп айтпай қойып, мысалы нысанаға дәл тигізу үшін сіздер тіке соған бағыттап отырасыздар, ал бұл дұрыс емес. Яғни, егер де біз дәл нысанаға тигізем дейтін болсақ, бұл біздің ойымыз бойынша, онда сіздер қателесесіздер, бұл ойша. Сонда біз оны сәл керісінше жоғарырақ бағыттауымыз қажет екен. Сонда дәл өзінің ауыр күшінің әсерінен оқтың немесе бытыраның траекториясы қисаятындығын ұмытпауымыз қажет. Сол кезде сәл жоғарырақ ұстап тұратын болса, мылтықты онда дәл тию мүмкін екен. Ал егер сіздер дәл қарастырып отырып лақтыратын болсаңыздар, онда ауыр күшінің әсерінен бытыраның немесе оқтың траекториясы қисаяды. Нәтижесінде біздің оқтың немесе бытыраның тиетін нүктесі сәл төмендеу болады. Бұл шын мәнісіндегі факт болып есептелінеді. Міне осыны міндетті түрде ескерулеріңіз қажет. Бұл горизонталь лақтырған дененің қозғалысына өте көп біраз өмірде мысалдар келтірдік. Олай болса, енді есептер шығаруға кірісейік. Қандай есептер бар екендігін. Жерден 4 метр биікте мылтықтан горизонталь бағытта оқ атылды дейді. Бастапқы жылдамдығы 1000 метр секундқа тең, оқтың ұшу алыстығы мен ұшу уақытын табыңыздар дейді. Берілген жазайық. Жер бетінен 4 метр биіктікте мылтықтан атылды дейді. Олай болса, берілгені бізде h тең 4 метр, v0-мыз 1000 метр секундқа тең екендігін ұмытпаймыз.
оқтың бастапқы жылдамдығы. Табу керекпіз бізге ұшу алыстығын және ұшу уақытын дегенде біз Т деп жазамыз деді горизонталь лақтырылған дене үшін. Әрине халықаралық бірліктер жүйесі жоқ, шешуін жазамыз. Шешуі бойынша бізде қарап отырсаңыздар, L-дің формуласы V0 көбейтілген Т. Бірақ бізде Т жоқ. Сондықтан да Т-ны H-тың формуласынан тауып аламыз. H тең GT квадрат бөлінген 2. Осы жерден Т-ны табатын болсақ, Т тең болады. Түбірасында 2H бөлінген G. Орнына апарып қоямыз. Сонда тең болады 2 көбейтілген 4 метр бөлінген 10 метр секунд квадрат. Метр мен метр қысқарады. 8, 2-ні 4-ке көбейтсек 8, 8-ді 10-ға бөлетін болса, бізде 0,8 секунд квадрат шығады. Ал түбірасына шығатын мәніміз бізде 0,189 секундқа тең болады екен жуықта. Енді L-ді табуға тырса. L тең формула бойынша V0 Т орнына апарып қоямыз. 1000 метр бөлінген секунд көбейтілген 0,89 секунд. Секунд пен секунд өзара қысқарады, сонда бізде шығатын мән 890 метр. Яғни 1000 метр секунд жылдамдықпен атылған оқтың ұшу алыстығы бізде сәйкесінше 890 метрге тең болды. Жауабы L тең 890 метр және ұшу уақыты жуықтап 0,89 секундқа тең болды. Жазып алыңыздар. Енді сіздермен бұл орта деңгейдің есептерін қарастырдық. Енді жоғары деңгей болатын болса, қалай болатындығын қазір сіздерге есеп барысында көрсеткім келіп отыр. Жиырма бес метр биіктікте 90 км сағат жылдамдықпен ұшқан ұшақтан жүк тасталды дейді. Қандай биіктікте жүктің жылдамдығы көкжиекке 45 градус бұрыш жасайды дейді. Яғни бағана сіздерге 45 градус бұрыш жасайды дегенде не істеу қажеттігін сіздерге атап өткен едім. Ал енді теорияны практикада қолдана білейік. Сонымен берілгені 125 метр биіктіктен дейді. Демек бізде H деп алайық, яғни ол 125 метр. H ой десеңіздер болады. Келесі 90 км сағат дейді. Яғни ол V0 бізде 90 км сағатқа тең болып тұр. Альфа 45 градус. 45 градус мен сіздерге косинус пен синустың мәнін табудың қажет жоқ дедім. Тек қана сіздер VX пен VY өзара тең екенін ескеріңіздер деп. Енді қандай биіктікте дейтін болса, бізде H-ты табуға, немесе дельта H десек те болады. Так, енді халықаралық бірліктер жүйесі бойынша 90 км сағатымыз сәйкесінше 3,16-ға бөлетін болсақ, 25 метр секундқа тең болатындығын ұмытпаймыз. Шешуі. Бұл горизонталь лақтырған дене болғандықтан да формуласы сәйкесінше қандай болады? H-ты табу үшін H тең GT квадрат бөлінген қанша болады екен? 2. Бірақ бізде Т жоқ. Т-ны табу үшін сіздер мұнаны ескереміздер. Альфа 45 градуста, демек VX пен VY бір-біріне қандай дедік? Тең. Олай болса, VX-тің орнына біз V0, VY-тің орнына G көбейтілген Т-ны қоямыз. Осы жерден Т-ны табатын болсақ, Т тең болады V0 бөлінген G. Сонымен 25 метр секундты бөледі екенбіз 10 метр секунд квадратқа тең болады 2,15 секунд. Енді H-тың орнына апарып қоямыз. H тең болады сонда 10 метр секунд квадрат көбейтеміз 2,15 секундтың квадраты бөледі екенбіз қаншаға? 2-ге. 2,15-тің квадраты бізде 6,125. Онда 6,125-ке көбейтсек 62,15 метр секунд квадрат пен секунд квадрат қысқарады, бөледі екенбіз 2-ге. Енді бөлетін болсақ шығатын сан бізде, яғни 31,125 метр. Ал енді сонда қарап отырсаңыздар, 125 метр биіктіктен құлап келе жатыр жүк тастауда. Бірақ та ол қандай биіктікте?
жүктің жылдамдығы 45 градус бұрыш жасайды дейді. Сонда қарап отырсаңыздар, мынау жалпы бізде 125 метр биіктік болатын болса, ол неміс 125 метр биікте түспейді ғой. Оны төмен қарай түсіп келе жатыр. Енді бізге керісінше қай биіктікті табуымыз қажет. Мына жерде біз білдік, яғни ол 31,125 метр биіктікті 2,5 секундта несе қойды, жүріп қойды. Олай болса, қандай биіктікте дейтін болса, мынау бөлігіміз бізде жүріп қойған 31,125 метр биіктік болатын болса, сонда жерден биіктігіміз қаншаға тең болады? Әрине сіздер біліп тұрсыздар. Яғни дельта H тең болады. Сонда H нолевойдан алып тастаймыз біз H-ты. Сонда 125 метрден алып тастаймыз 31,125 метрді. Сонда қандай биіктік екендігін біз оп-оңай табуымызға болады екен. 125-ті алып тастаймыз 31,125-тен, шығатын санымыз 93,175 метр. Немесе 93,175 метрді жуықтап біз 94 метр деп алсақ болады екен. Сонда жауабы 94 метр екен. Міне, бұл енді әрине сіздерде жеткілікті деңгейдің есептері. Міне, осылайша сіздер оп-оңай горизонталь лақтырылған дененің қозғалысындағы өрнектерді қолдана отырып шығара алады екенсіздер. Сонымен бүгінгі сабақты күрделірек, яғни ауыр күшінің әрекетіне өтетін дененің қозғалыстарын қарастырып өттік. Яғни біз алдыңғы сабақта вертикаль бағытта қозғалыспен танысқан едік. Бүгінгі сабақта сіздермен H биіктікте дененің қозғалысын қарастырдық. Сонымен қатар көкжиекке бұрыш жасай лақтырған дененің қозғалысын және горизонталь лақтырған дененің қозғалысын қарастырып өттік. Демекте, бұл қозғалыстардың барлығы тек қана ауыр күшінің әсерінен өтетін екендігін ұмытпауымыз қажет. Олай болса, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назар аударғандарыңызға рахмет.